Барлықтарыңа сәлем оқушылар. Бүгін бізде қысқаша видео сабақ, яғни айтқанда қысқаша дегенде тек қана көлбеу жазықтықты қарастыратын боламыз. Енді менің мүмкін даусым жай шығып отыруы да мүмкін, немесе біртүрлі болып шығуы мүмкін. Өйткені мен бұл видео записьті таңғы примерно 4-те түсіріп жатырмын. Басайық. Көлбеу жазықтық дегеніміз не десеңдер, ол горизонталь жазықтықпен белгілі бір альфа бұрыш жасайтын жазық бетті айтады екенбіз. Енді көлбеу жазықтық ол сіздерде жай механизмге жатады. Жай механизм дегеніміз не? Ол сіздерде мына бір күштің бағытын өзгерту және қандай да бір, былайша айтқанда, күштен ұтыс беру немесе жолдан ұтылыс деген секілді механиканың алтын ережесі орындалатын бір жай механизм десек те болады екен. Келесі слайдқа көшетін болсақ, мысалға мынандай: көлбеулік бұрышы 30 градус көлбеу жазықтық бойымен жүкті көтергенде жұмысшы орын ауыстырудан қанша есе ұтыс алады немесе ұтылады? Қарайық. Мысалға мынандай бір біздің көлбеу жазықтық болсын, арасы 30 градус дейді, 30 градус. Енді қандай да бір нәрсені мына көлбеу жазықтық арқылы жоғарға қарай көтеру қажет. Енді қарайық. Дәл осы нәрсені если мына жақта орналасқан кезде, қандай да бір жай ғана аш биіктікке көтеретін еді. Ал енді біз мына жер 30 градус болған себепті біз гипотенузасын есептейтін болсаңыздар, ол сіздерде 2h-қа теңеседі. 2h-қа. Яғни айтқанда, қараңыздар, біз h деген орын ауыстыру жасаудың орнына 2h деген орын ауыстыру жасаймыз. Яғни айтқанда, біз орын ауыстырудан 2 есе ұтылыс алады екенбіз. Ал жалпы күштен сіздер 2 есе ұтыс алады екенсіздер. Яғни айтқанда, 2 есе ұтылыс деген не? Яғни орын ауыстырудан 2 есе ұтылыс деген. Ол сіздер 2 есе көп жол жүресіздер деген сөз. Ал күштен 2 есе ұтыс дегеніміз не? Ол сіздерде 2 есе аз күш түсіру арқылы дәл сол нәрсені біз жоғарға көтеруге болады деген сөз екен. Келесі слайдқа көшейік. Пәк, яғни айтқанда көлбеу жазықтықтың пәкі. Ол білесіздер екіге бөлінеді. Біреуі үйкеліссіз. Екіншісі үйкеліс бар. Деп қойын. Енді біз үйкеліссіз кезде көлбеу жазықтықтың пәкі жай ғана mgh бөлінген бізде F тарту көбейтілген L бола салады екен. Бұл сіздерде үйкелісті ескермеген жағдайдағы көлбеу жазықтықтың пәгі. Ал үйкелісті бар жазықтық болатын болса, онда сіздерде ең соңғы қорытынды формула 1 бөлінген 1 қосылған мю котангенс альфа деген формуланы қолданады екенсіздер. Яғни айтқанда, үйкеліс бар деген сөзіміз ол мына бір үйкеліс коэффициентіміз тең емес 0-ге деген сөз. Ал үйкеліссіз деген ол уже тең 0-ге деген сөз. Хорошо? Осы бір екі формуланы жаттап алайық. Алдағы уақытта бізге керек болатын болады. Хорошо? Келесі сұрақ. Сұрақтарға көшетін болсақ, енді көлбеулік бұрышы 30 градус, пәгі 80% көлбеу жазықтық көмегімен массасы 20 кг денені бір қалыпта жоғары қарай сүйреу үшін қажетті күш. Енді біз пәктің формуласын білеміз. Ол mgh бөлінген F тарту көбейтілген L еді ғой. Ал енді қараңыздар, бізде бейдейік. Көлбеу жазықтық салайық, мына жаққа. Арасы 30 градус дейді. Арасы 30 градус. Если мынау қандай да бір h биіктік болатын болса, мынау біздің L деген ұзындығымыз деген. Енді біз тригонометрияны қолдану арқылы, давайте, синус 30 градус тең болады h бөлінген L десем,
осы жерде 2-ден 1-ге тең болады. Ал бұл жерде L-дің өзі сіздерде 2H-қа тең деген сөз екен. Иә? Сонда біз мына L-ді апарып мына жаққа қойсақ болады. Енді қараңыздар, пәк сіздерде тең болып тұр. MGH бөлінген F тарту көбейтілген 2H. Ал бұл жерден біз көріп тұрмыз, что H тарту қысқартып жіберсек те болады. Енді дальше қараңыздар. Бізде табу керек күшті. Яғни F тартуды өрнектейтін болсам, мен мына жерде mg'ді бөледі екенмін 2 теттаға. Сонда массамыз бізде қанша? 20 кг. 20-ны көбейтемін 10-ға, бөлемін 2 көбейтілген 0,8-ге. Сонда бізде неше шығады? 10 100-ді 0,8-ге бөлетін болсақ, давайте 100-ді бөлеміз 0,8-ге. Ол 125 ньютон деген жауап бола салады екен. Осы жерде мына Д нұсқасында көрсетілген жауап. Келесі сұрақ мынандай болсын. Массасы 15 кг жүкті көлбеу жазықтық бойымен мынанша күш жұмсай бір қалыпты көтереді. Көлбеу жазықтықтың ұзындығы мынанша, биіктігі мынанша болса, оның пәгі дейді. Сіздер білесіздер, үйкеліс ескерілмейді дейді. Қараңыздар, үйкеліс ескерілмейтін бізде формула ол mgh бөлінген F тарту көбейтілген L. Ал енді жалғастырып кететін болсақ, массамыз бізде қанша? Массасы 15 дейді. 15 көбейтілген 10, биіктігі 30 см, оны 0,3 метр деп жазсам, бөлемін 40 ньютонға, көбейтемін 1,8-ге. Сонда қараңыздар, мына жерде қанша? 10 мен 40-ты қысқартсам 4 болады мына жақта. 15-ті 0,3-ке көбейтіп, бөлемін 1,8-ге, бөлемін 4-ке. Бұл жерде сіздерде шығады екен 0,625 деген сан, яғни теттамыз 0,625-ге тең. Ол дегеніміз енді пайызбен алатын болсақ, 62,5 пайыз деген сөз екен. Түсінікті деген ойдамын. Если түсініксіз бір жері бір не то болып тұрса, қайттан қарап артқа қайтаруға болатын еске салғым келеді. Келесі сұрақтарға көшейік. Бала көлбеулігі мынандай жазықтықпен 1 метр биіктікке массасы 10 кг жүкті жоғары қарай сүйрейді. Егер үйкеліс коэффициенті 0,2 болса, бала қандай жұмыс жасайды дейді. Және жүктің қозғалысы бір қалыпты тұйықтықты болғанда пәк қандай болады. Енді қарайық. Пәкті анықтай салайық сразу. Пәк бізде үйкеліс ескеріліп тұрған себепті 1 бөлінген 1 плюс мю котангенс альфа. Сонда 1-ді бөлеміз, 1 қосылған 0,2 көбейтілген котангенс 20 градус берілген 2-де 74. Сонда бізде қанша шығады? 2-де 74-ті көбейтемін 0,2-ге. 2-де 74-ті көбейтемін 0,2-ге. Көбейтемін. Қосамын 1-ге. 1-де 548. 1 бөлінген 1-де 548. Бізде шығады екен. 0,де 645. 0,де 645 немесе 64,5 пайыз деген жауап бола салады екен. Енді бала қандай жұмыс жасайды дейді. Бала қандай жұмыс жасайды? Давайте біз бүйтейік. Пәк бізде жалпы пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасы. Бізде пайдалысы сол бір биіктікке шығару. Яғни айтқанда ол mgh болып қала береді. Ал біздің баланың жұмыс жасайтыны ол толық жұмыс болып табылады. Осы жерден енді толық жұмысты ашатын болсақ, сіздерде mgh бөлінген тетта бола салады. Сонда массасы бізде қанша? 10 көбейтілген 10 көбейтілген биіктігі 1 метр бөлінген 0,645. Толық. Бұл сендерде давай есептеп жіберейін. Мына жерде 100 болса, 100-ді бөледі 0,645-ке. Ол сендерден 155 деген жауапты бере салады деген сөз. 155 джоуль жұмыс жасайды екен. Келесі сұрақ давайте. Енді біз осы бір көлбеу жазықтыққа қолданылатын тепе-теңдіктер, яғни айтқанда бір қалыпты қозғалыс дейміз. Ньютонның заңдары бар ғой. Бірінші заң ол білесіздер. Барлық күштердің қосындысы теңгерілгенде немесе нөлге тең болған кезде олардың қозғалысы бір қалыпты немесе тыныштықта. Ал екінші заңы ол қандай да бір күштің әсерінен үдемелі қозғалу. Енді соларға қатысты есептерді шығаратын болсақ, көлбеулік бұрышы 30 градус көлбеу жазықтықпен дене бір қалыпты сырғанайды.
жазықтық пен дененің арасындағы үйкеліс коэффициентін анықтаңыз. Енді қараңыздар, бізде төменге қарай қандай күштің әсерінен сырғанайды? Ол сіздерде осы бір төменге қарай түсіретін mg деген ауырлық күшінің проекциясы бар. Ол сіздерде mg синус альфа деген проекциясы бар екен, мына көлбеу жазықтықтың бойымен. Ал енді ол төменге қарай сырғанайтын болған себепті үйкеліс күші сіздер білесіздер, ол қозғалысқа қарама қарсы бағытта, яғни F үйкеліс бізде жоғарға қарай бағытталады екен. Енді дене бір қалыпты сырғанауы үшін, жаңа айттым ғой, қозғалу үшін бір қалыпты күштер бір-бірін теңгеру қажет. Яғни қанда мына бір mg синус альфамыз бізде теңгеру қажет үйкеліс күшін. Сонда mg синус альфа тең бола салады екен мю mg косинус альфа. Сонда қараңыздар, бұл жерде көріп тұрсыздар, mg-лар қысқарып кетеді, ал бізде қалады мю ол тангенс альфаға тең болады екен. Сонда тангенс 30 градус бізде қаншаға тең болады? Ол енді, давайте біз бүйтейік. Синус 30 бөлінген косинус 30 дей салайық. Ол 2-ден 1 бөлінген түбір асты 3 бөлінген 2 бола салады. Сонда бізде қалай? Түбір асты 3 бөлінген 3 болайын деп тұр ғой. Біздің мына бір үйкеліс коэффициентіміз. Түсінікті деген ойдамын. Кеттік, келесі сұраққа көшейік. Массасы 2 кг дене мынанша көлбеулік жазықтық бойымен 18-де 7 ньютон күш әсерінен жоғары қарай бір қалыпты қозғалады. Дене мен көлбеу жазықтық арасындағы үйкеліс коэффициенті. Енді қараңыздар, оның жоғарға қарай тарту күші әсер етіп жатыр, Ал өздеріңіз білесіздер, төменге қарай бізде бұл жағдайда mg синус альфа деген ауырлық күшінің проекциясы бар, және де жоғарға қарай көтеріліп келе жатқан себепті төменге қарай әсер ететін біздің үйкеліс күшіміз бар екен. Ал енді дене бір қалыпты қозғалу үшін осы күштер бір-бірін теңгеру қажет. Яғни айтқанда, жоғарға қарай кетіп жатқан күштер артқа қарай кетіп жатқан күштерді теңгеру қажет. Сонда бізде F үйкеліс қосылған mg синус альфа тең бола салады екен тарту күшіне. Сонда қараңыздар, бізде үйкеліс коэффициентін анықтау үшін мю mg косинус альфа тең бола салады F тарту азайтылған mg синус альфа. Енді мына жерде мен мюді өрнектейтін болсам, ол F тарту азайтылған mg синус альфа бөлінген mg косинус альфа бола салады екен. Сонда күшіміз бізде 18-де 7 азайтамыз. Массамыз бізде 2 көбейтілген 10 көбейтілген 2-ден 1 бөлінген массамыз бізде 2 көбейтілген 10 көбейтілген түбір асты 3 бөлінген 2. Сонда қараңыздар, бізде есептесе қанша шығады? 2 мен 2-ні қысқартып жіберсем, 18-де 7-ден 10-ды азайтатын болсам 8-де 7 қалады. 8-де 7-ні бөледі екенмін мен 10 түбір асты 3-ке. Сонда бізде қанша шығады? Бетейін, 8-де 7-ні бөлемін 10-ға, бөлемін түбір асты 3-ке. Осы жерде ровно 0,5 деген жауапты береді екен. Яғни қанда біздің үйкеліс коэффициентіміз 0,5 деген шамаға тең болып тұр деген сөз. Түсінікті деген ойдамын. Кеттік, келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрақ бізде мынандай бір сұрақ болсын. Енді біз манадан бері қарастырдық. Ол екі есеп қарастырыппыз. Яғни қанда ол бізде бір қалыпты қозғалыс үшін. Ал енді біз үдеулерді қарастыратын болсақ, давайте. Үйкеліс коэффициенті 0,2 көлбеулік бұрышы 30 градус көлбеу жазықтық бойымен білеушенің сырғып түсу үдеуі дейді. Енді қараңыздар, бізде сырғып түсуі дейді. Яғни қанда ол төменге қарай қандай да бір эма деген үдеу арқылы құлап бара жатыр, сырғанап. Енді осы бағытта білесіңдер, мына бір білеушенің ауырлық күшінің проекциясы бар, mg синус альфа. Ал енді ол төменге қарай сырғанап бара жатқан себепті
оның артқа қарай әсер ететін үйкеліс күші бар ғой, үйкеліс күші. Енді қараңыздар, бізде барлық күштердің векторлық қосындысы осы жерде м-ға теңесуі қажет. Сонда біз қараңыздар, мына бір көлбеу жазықтықтың бойын x оси деп алатын болсақ, жай ғана ОХ тең бола салады, бізде ма тең болады mg синус альфа, яғни қандай бағыттас болған үшін плюс болады алды, ал азайтылған f үйкеліс мю mg косинус альфа минус, өйткені ол кері бағытта бағытталғаны үшін. Енді осы жерден үдеуді анықтайтын болсам, давайте массаларын барлығын қысқартып жіберейін. Сонда бізде қалады g синус альфа азайтылған мю косинус альфа. Енді 10 көбейтілген синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең, 2-ден 1 азайтылған 0,2 көбейтілген түбір асты 3 бөлінген 2. Сонда бізде қанша шығады? Давайте бүйтейін. Түбір асты 3 бөлінген 2 көбейтілген 0,2-ні жайында 0,5 и көбейтілген 10. Бізде сонда үдеудің жалпы мәні 3,128 метр бөлінген секундтың квадраты бола салады екен. Бұл сіздерде жалпы осы дененің төменге қарай сырғып түсіретін үдеуінің шамасы. Келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрақ бір кішкене осын дәл жаңағындай сұрақ. Көкжиекке 30 градус бұрыш жасай орналасқан үйкеліс коэффициенті 0,3-ке тең болған көлбеу жазықтық бойымен сырғанаған дененің үдеуі. Давайте біз бүйтіп алайықшы. Бүйтіп алайық. Мынау бір көлбеу жазықтық болсын. Көлбеу жазықтық. Біз бүйтейік. Дененің үдеуі ол қатты көп қылмай қоямыз бәлде. Давайте, үдеуін анықтай салайық, хорошо? Төменге қарай кетіп бара жатқан дейді, яғни төменге қарай түсу үшін ол ма деген күшпен әсер етеді. Ал төменге қарай білесіңдер, mg синус альфамыз бағытталады, ал жоғарыға қарай үйкеліс күші. Дәл жаңағындай есеп, көріп тұрғандарындай, біз үдеуді просто былай өрнекке салсақ. g синус альфа минус мю косинус альфа деп. Сонда, дәл жаңағындай бір шама шығады. А тең болады 10 көбейтілген 2-ден 1 азайтылған 0,3 көбейтілген түбір асты 3 бөлінген 2. Дәл жаңағындай примерно бір 3,1 нәрсе шығады. Есептей салайық. Түбір асты 3 бөлінген 2-ні көбейтеміз 0,3-ке минус плюс 0,5 көбейтілген 10. Бізде, примерно енді үдеуіміз бізде 2,4 шығады екен. Метр бөлінген секундтың квадраты. Все. Мына жақта бізде 3,3-ке жуықтап, ал мына жақта 2,4 метр бөлінген секундтың квадраты шығады екен. Келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрақ мынандай болсын. Массасы 2 кг дененің көлбеулігі 30 градус жазықтық бойымен жоғары қарай бағытталған 20 ньютон күш әсер етеді дейді. Егер дене мен көлбеу жазықтық арасында үйкеліс коэффициенті мынанша болса, дененің үдеуі. Енді қараңдар. Ол жоғары қарай дейді. Жоғары қарай мына бір тарту күші әсер етіп жатыр. Ал сол бір тарту күшінің әсерінен мына бір дене үдемелі қозғалып жатыр ғой, ма деген. Ал енді білесіңдер, төменге қарай қандай күш әсер етеді? Төменге қарай бізде мына бір ауырлық күшінің проекциясы, яғни mg синус альфа. Ал тағда ол төменге қарай f үйкеліс десек те болады. F үйкеліс. Сонда қараңыздар, бізде ма тең бола салады. Қараңыздар, барлық күштердің векторлық қосындысы бізде ма-ға теңесу қажет. Ал ма-мен бағыттас қандай күш бар? Ол тарту күші ғой. Сол себепті тарту күші алды плюс болады. Ал қалған екі күш қарама-қарсы бағытта болған себепті олардың алды минус болады. Мю mg косинус альфа азайтылған mg синус альфа. Сонда қараңыздар, бізде үдеуді өрнектейтін болсақ, тек қана үдеуді өрнектейтін болсақ, f тарту азайтылған бізде mg мю косинус альфа қосылған
синус альфа бөлінген бізде масса. Сонда қараңыздар, 20 ньютон, 20-ны азайтамыз, 2 көбейтілген 10, бізде мына жақта түбірасты 3 бөлінген 3, көбейтілген түбірасты 3 бөлінген 2, қосылған 2-ден 1. Оны бөлеміз біз 2-ге. Сонда, мына жерде қарап тұрсақ, түбірасты 3-ке түбірасты 3-ті көбейткенде, ол 3-тің өзін береді. Сол себепті, мына 3-пен қысқартып жіберетін болсам, бізде 2-ден 1 қосылған 2-ден 1, ол 1 болады. Сонда, 20 азайтылған 20 бөлінген 2, ол сіздерде 0 деген жауапты бере салады екен. Яғни айтқанда біздің мына бір көлбеу жазықтық арқылы жоғарыға қарай көтерілетін үдеуі, ол сіздерде 0-ге тең деген сөз. Яғни айтқанда 0-ге тең деген сөз, ол сендерде мына бір дене бір қалыпты қозғалып бара жатыр екен. Қозғалыс. Түсінікті деген ойдамын. Түсінікті болса, келесі сұраққа көшейік. Массасы 2 кг білеуше көлбеу жазықтық бойымен төмен қарай бір қалыпты қозғалу үшін оған қандай горизонталь F күшін түсіру қажет дейді. Білеуше мен көлбеу жазықтық арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,2, ал көлбеу жазықтықтың көкжиекпен жасайтын бұрышы 45 градус дейді. Альфа 45 градус бізде. Енді қараңыздар. Ол айтады, төменге қарай қозғалу үшін дейді, бір қалыпты қозғалу үшін. Айтқанда, төменге қарай білесіңдер ғой, біздің мына бір дененің mg синус альфа деген проекциясы әсер етеді. Және де мына бір қозғалған кезде төменге қарай, жоғарға қарай F үйкеліс күші пайда болады. F үйкеліс күші. Енді бізден сұрап тұрғаны мынау ғой. Қараңыздар. Оған қандай горизонталь F күші әсер ету керек? Яғни айтқанда, мына денеден оңға қарай дәл горизонталь бағытта қандай F күші қажет деп тұр. Ал енді мен бұл F күшін мына үйкеліс күшінің бағытымен проекциялап алсам, ол қалай? Ол сендерде мынау бір X осінде F десем, мына жаққа біз F, мына жақ енді қалай айтсам болады? F1 деп қоя салайын. Олардың арасы 45 градус. Енді бізде косинус альфа деген шама бар ғой, косинус 45 градус деген шама бар. Ол сендерде ол түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Және де косинус 45 градус бұл жерде мына бір F күшінің F1 күшіне қатынасы. Бізде давайте бүйтейік. F1 күшті өрнектеп алсайықшы бұл жерден. F1 күші бұл жерде 2F бөлінген түбірасты 2-ге теңеседі екен. Енді бұл күш бар, бізде? Бұл күш бар. Не істеуге болады? Сонда, қарайық. Біз бір қалыпты қозғалу үшін олар теңгеру қажет дейміз ғой. mg синус альфа теңгеруі қажет F үйкелісті, яғни айтқанда mu mg косинус альфаны және де қосылған мына 2F бөлінген түбірасты 2 деген күшті. Сонда қараңыздар, бізде не істесек болады? Мына F-ті өрнектеп алайық бізге. Ол сіздерде mg жақша ішінде синус альфа минус mu косинус альфа және де көбейтеміз түбірасты 2-ге, бөлеміз бұны жалпы 2-ге. Сонда қанша шығады? Массамыз 2, 2-ні көбейтеміз 10-ға, түбірасты 2 бөлінген 2, азайтылған 0,12-ні көбейтеміз түбірасты 2 бөлінген 2-ге, көбейтеміз түбірасты 2-ге, бөлеміз біз оны 2-ге. Енді қараңыздар, мына жерде мен түбірасты 2-лерді ортақ жақшадан шығаратын болсам, ол мына түбірасты 2-мен көбейтіледі, ол жалпы 2-ні беріп кетеді. Сонда мен мыналарды қысқартып жібере салам болады ғой, төмендегі 2-мен. Бізде қалады екен, сонда 2 көбейтілген 10 жақша ішінде 2-ден 1 азайтылған неше? 0,1, яғни 1 бөлінген 10 десем де болады. Сонда қанша шығады? 20-ны көбейтемін мен 10-нан ортақ бөлім беретін болсам, мына жақта 4 пайда болады. Сонда неше? 8 ба? 8. Яғни айтқанда 8 ньютон күш түсіруі қажет
екен. Түсінікті деген ойдамын. Яғни айтқанда бізде горизонталь бағытта 8 ньютон күш түсірген кезде ғана бізде мына бір дене төменге қарай бір қалыпты қозғала алады екен. Келесі сұрақ, және де келесі сұрақ, бұл бізде соңғы сұрақтардың бірі. Ағаш білеуше көлбеу жазықтықта орналасқан. Білеуше жазықтықта тыныштық күйде қалуы үшін оны көлбеу жазықтықтың бетіне перпендикуляр бағытта қандай ең аз күшпен басу керек дейді. Білеушенің массасы 0,2 кг, көлбеу жазықтықтың ұзындығы 1 метр және биіктігі мынанша дейді. Ал үйкеліс коэффициенті бізде берілген. Енді қараңыздар, бізден басу керек деп шаманы сұрап тұр екен. Хорошо, көрейік. Бізде мынау биіктігіміз 0,5 метр, ұзындығы 1 метр екен. Хорошо, бізде мына жақтан түсіретін күш сұрап тұр ғой бізде. Бұл күш сендерге неге тең? Бұл күшті жалпы реакция күші десек те болады, n, немесе одан төменге қарай кеткен mg косинус альфа десек те болатын секілді, мен ойымша. mg косинус альфа секілді. Енді біз не істейміз? Бір қалыпты тыныштық күйде қалуы үшін, давайте бүйтейік. Ол төменге қарай mg синус альфа деген күш әсер етеді. Ал если ол төменге қарай сырғанайтын болса, оның артқа қарай әсер ететін үйкеліс күші болады ғой. Үйкеліс күші. Ал бұл екеуі бір-бірін теңгерген кезде ғана ол тыныштық күйде бола алады. Сонда біздің мю n, немесе қараңыздар, бүйтейік. Бізде бұрыш биіктіктер не үшін берілген түсініксіз болып тұр. Мына жерде мен ойымша мю mg косинус альфа тең болып тұр mg синус альфаға. Бұл жерде не болып тұр сонда? Түсініксіз. Аха. Мына жерде альфа градус бізде белгісіз, Ал альфа градус белгісіз, сол себепті біз альфа градусты өрнектеп алуымыз қажет екен. Қараңдар. Біз синус альфа десек. Синус альфа. Ол сендерде h-тың l-ға қатынасы, яғни қанда 0,5-тің 1-ге қатынасы ол 2-ден 1 болып тұра бермей ма? Бұл дегеніміз альфа сендерде 30 градус деген сөз. Ал енді қараңдар. Ал енді бізде көлбеу жазықтыққа перпендикуляр бағытта қандай күш ең аз күшпен басу керек дейтін болса, ол сендерде mg косинус альфаны сұрап тұр ғой. Косинус альфаны. Сонда массасы оның 0,2 көбейтеміз 10-ға, ал косинус альфа 30 градуста төбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Сонда 2 болады, мына жақта 2 мен 2-ні қысқартып жіберсек, жай ғана біздің mg косинус альфа деген қандай да бір f күшіміз, ол сендерде төбірасты 3 ньютонға теңесе салады екен. Немесе жуықтап алғанда 1,73 ньютон десек те болады. Осымен жігіттер, қыздар, бүгінгі біздің көлбеу жазықтыққа арналған видео сабағымыз толықтай аяқталды. Барлық есептер жақсы деңгейде деп ойлаймын, және де көбісі ұбт-да келуі мүмкін есептердің бірі десек те болады. Тақырып түсінікті болды деп ойдамын. Сіздермен бірге болған мен Енербай Қайыржан. Келесі кездескенше.